Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Сіздермен бірге мен Ақниет Нұрланұлы. Бүгін мен сіздерге алдыңғы тұрған қазір жер шығады. Осы биені сауып, байлап сатқан болатынбыз. Және де бүгін мына биені алдық. Сол қанша пайда түсті, қанша айда семірді, соның барлығын сіздерге бөлісіп айтатын боламын. Алдыңғы видеода байқасаңыздар, 3 ел қазысы бар биені көрсеткен болатын. Міне отыр. Осы биені алдыңғы базар апарып 500 мың теңгеге сатқан болатынбыз. 3 ел қазысы бар, өте семіз. Одан да жоғары сатуға болар еді, бірақтан базардың соңына қалып қалама деп, короче, сәл артыңда сатып қойдық. Сонда да құлынын бөлек, биені бөлек саттық. Құлынды біз 194-ке саттық. Ұрғашы жабағы едім. Қазір алдында видеода көрген боларсыздар. Общий сома 694 мың теңге болды. Жол бересі бар, басқасы бар. 690 мың теңгеге түсті. Және сол базарда дәл осы биені әкелдік. Құлынымен, ұрғашы құлыны бар. Бұл биені біз 630 мың теңгеге алдық. Бірақтан қысыр бие, сүті өте аз екен. Осы базар тағы да апарып сатамыз. Осы бие. Сонда бізде пайда бұл жерде. Біз алдыңғы биені өзі 590 мың теңгеге құлынмен кішкентай кезінде, арық кезінде алған болатынбыз. Және бұны сатқан кезде 690 мыңға түсті, екеуінің бағасы. Ол бие үйде 7-8 ай тұрды, жемделіп байланып, кәдімгі бұрдақының жем шөбін жеп. Бірақ біз оны сауып отырдық, және пайда 2 есе көп түсті. Және мына биені алдыңғы базар 630 мың теңгеге алдық. Құлыны почти жабағы болған. Қалтада 60 мың теңге қалды. Бұл арық. Бұл апта қайтадан апарып сатамыз, бірақ бұны. Қалтада 60 мың теңгеден бөлек, алдыңғы сатқан биенің өзінен бөлек сүттен 70-80 мың теңге пайда түсті. Келесі видеода тағы да осы бие туралы түсірем. Осы аптада осы биені қайтадан апарып базарға сатамыз. Сол кезде қанша пайда түсті, қанша шығын кетті, барлығын тағы да сіздермен бөлісетін болам. Және де келесі видеоларда, алдағы видеоларда мына тұрған ценовалды қанша ақшаға соқтық, қанша ақша кетті, қандай материалдармен соқтық, сол туралы обзор жасап түсіретін болам. Олай болса, достар, мен видеом өз соңына келіп жетті. Келесі видеоларда кездескенше аман сау болыңыздар. Арнаға жазылып, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.